кеш жарық баршаңызға МРТ түсуге келдім. Жағдайымды сұрап жатқан жандарға көп рахмет. Тілек жазып жатсыздар, сауығып кетіп жатсыздар. Алла разы болсын. Бүгінгі менің жағдайым жаман емес. Әлсіздік, сәл бас айналу. Сондай бір жеңіл түрде бар, ал острый боль головой басылды. Әлде де 2 күндей системалым, емалым. Ал ертең МРТ-ның шешімін дәрігер өзі оқып айтып берейін, ары қарай не істейтінімізді. В общем, сондай. Но жить буду. Ойымда болыңыздар. Аяқ сауығып кетемін. Қалыпты жағдайда басын өткен кезде ешқандай артефакт ешқандай болмайды. Анық түсінеді барлығы. Сіздікінде түсіңізде брекет болғаннан кейін, үлкен алдында металл болғаннан кейін, бізде суретті қарайтып шығады. Ол бізге МРТ өткенге кедергі жасайды. Ол қазір врачтар қарағанмен толық описание жасалмайды, сол үшін брекетті шешіп, сосын барып түскен жақсы болады. Суреттің жартысын жартысын качествосы кетіп қалады жағында. Олай өткен екі жағынан. Бір жағынан качествосы кетеді, екінші жағынан сурет толық зерттелмеген болады. Бұны оқымайды енді, не? Оқи алмаған қазір. Жақсы. Екі сурет көрсем, екеуінде де дұрыс солай. Басы күшті болып келеді. И арты жағы брекет жағына келген кезде жартысын кесіп тастайды. Түсінікті. Рахмет.